Ел құлақ елу дейді. Сіздің қолыңызда ұлы Абайдың шешесі Ұлжанның үзеңгісі бар деп алыстан іздеп келіп отырмыз. Ал сонау Шыңғыс тауының баурайындағы Қасқабұлақтан Алтай тауының бойындағы Ертіс өзенінің жағасына осынау үзеңгі қалай келіп қалды, осының жайын сөйлей отырсаңыз. Жеті атам шейін бай болған адам. Бірақ өзім еңбекпен есіп, мал бағып, егісіп кеткен адаммын. Менің бір жеңгем Кәмеш деген, бұны Шарақазақ дейді, ноғай болады оған. Sonra мен балалчағы болып, екінші бермен малында жүргенде үзеңгі керек болды баладарыма. Сонан осы үлкен үйімде бірдеңе қалдыма деп келіп ем, мынаны алып беріп күлді. Мынау ол Абайдың шешесінің үзеңгісі деді. Бірақ оның бір шешесі, екінші шешесі болу керек. Сол арғын ба, найман ба, мына Күлімхан деген мына солар жағынан келді ме. Әрі оның әкесі, енді Мұстафа Молда құдамыздың әкесі Қызылқұлақ Өказ дейтін Ояз болған адам екен тегінде. Сол жағынан кеп қалып отыр мынау мен білсем. Өйткені ана ерде тегінде найман ері болады ғой, арғын секілді жеңгеміздің. Сонан қалып қойғаннан кейін мен алдым, әрі ауырдау екен, мынау көне Мекалай замандық ме деп өзім ойлап қойғам. Негіз солай болу керек, мен алдарыңызда тұр, соны менен сақтап қойдым. Мынау өзі бір ұлы адамдық болды. Енді бұны сіз қалай аман алып қалдыңыз енді? Қалай сақтадыңыз? Талай дәуір болды енді. Талай дәуір болғанда өзім дүниемде солағы заупанға түсіп кеткенен алғандарын алдым, көз барының көзін берді айттым етті. Мұнаның қалып қалғаны мынау ағы елеусіз ба бөгіздегі ердердің үстіне тағып қойып қойдым әйелім әгі. Біз малшы емес пе, сол жерінен алынбай қалды. Ал енді Қадыр аға, мына үзеңгінің тарихына қатысты сіздің білеріңіз бар ма? Қажағаңның сүйегі есір Жарылқап. Тегінде Жарылқап деген ел мына Семейде болған. Семейдің Шыңғыс тауында Құнанбай ауылы менен іргелес өскен ел. Ал Құнанбайға қыз берісіп, қыз алысу сол Жарылқап ауылының сол кездегі әдеті болған. Кейін бері қарай көшкенде, көшердің алдында сол Жәнібек атамыздың жоңғарды жойып бері қарай көшіп керейін қайта өз ел жеріне кетер кезде бір қыз ұзатқанда сол қызға мінгізген ер деп айтты. Сол ерді мініп алған қыз үйіне келген соң мынаны үлкен апамыздың ері деп әспеттеп, ардақтап, тоздырмай, сақтап мініп келгендігін айтады. Ал келгеннен кейінгі бұл кісілердің қоныстанған жер Жеміней, қазіргі Жемінейдегі Жарылқап тауы, сол мына кісінің ата бабасының атымен Жарылқап атанып тұрған жер. Содан қайтып келгеннен кейінгі мекен осы жер. Есіркеп Жарылқап дейтін ел болып осы арада кетті. Енді үзеңгінің ері мәдениет кемеңінде Қажағаңның арғы атасы Кіштай. Кіштайдың немересі Қажағаң. Кіштайдың қалған қалың дүние тоз топалаң болып Кампаскаға түсіп қирағанда оның көп жамбылары, кілемдері, үйіндегі мүліктері, ері елдің тұрмандары тұтас ол кезде енді қиратылған. Мынау көне дүниенің көзі ғой енді тұрған алдымызда жарықтық. Біз енді сол жерген буржуазияның баласы болдық та, сол енді жамбылардың атам айтқанда бір тоғызын бір жерге Шыңғылға көшерде көміп кеттім, бір шөптеуін алып жүрдік. Біреуді Әгенібай атамызды Оспан байлап алға соны оған тартуға апарып құтылды. Біреуін мұна мәңкеймен бір ұстап кетуге таяғанда бір жамбымен ана құржаған су маңсыз шоңсыз кеңсіздерге тіл мәшкіп жүріп, сонан аға атамды алып қалыпты, тағы бір саудадан алып қалыпты. Қалай жасалған бұл? Бұның әзіргі үзеңгілермен парқы қандай сонда? Мынау қазіргі біздің үзеңгімізбен өте парқы. Сырт оқшағанменен көп парқы бар. Мынау менің ойымша Мекалай заман дейміз ғой тегінде. Мекалайдың қазаны, Мекалайдың мәшинесі деп тегінде сол жақтан әкеп тұрады екен ғой бізде. Осы мәшинеде болған, неде болған Мекалайдың қазандары. Жалпы сонда енді мынау Мекалайдың тұсындағы үзеңгі, құйма үзеңгі екен деп ойлап отырмын өзімді. Үзеңгі болды содан тағады ма? Содан тағады. Ал енді осыны неме деп айтады бұрын? Үзеңгінің ендігі болтағары ғой. Мынаран? Ол табан ғой. Анда қос Таралғы табан. деп айтатын жер осы емес пе? Табан. Таралғы ана бауына түседі. Мына үзеңгіні қандай үзеңгі деп атайды сонда? Енді үзеңгінің түрлері болатын шығар. Бұрын қазақтың жалпақ қара сөзімен айтқанда чой табан үзеңгі дейтіміз өз. Осыларды. Көне чой табандар дейтіміз. Сонда не қос табан үзеңгі деп атайды ма мына сонда? Қос табан үзеңгі дейді.
Енді мына үзөңгіге мөлшермен енді 200 жылға жуық болды деп отырмыз енді. Сонда осы үзөңгінің мына бейнесінен сол кездегі қазақ зергер ұсталарының енді осыншалық дәрежеде дамығандығын көруге бола ма? Сонда қалай? Мына қара темірдің ұстасы емес мына істеген адам. Мынандай ұстаны қазақ бұрын зергер дейді. Зергер деген күміс пен алтын ұстайтын ұста. Ал енді мынаның сыртындағы күмістер қақтаған күміс деп аталады. 200 жылдың алдында қақтаған күмістің қазір көрмегенді көріп, талай төңкеріс пен жұттан жаудан аман-есен жетіп келген сұлбасын ғана көріп отырмыз ғой біздің. Ана табандарын қажағын айтқандай, мынау қазақ ұстасының қолынан шыққан. Заводтың қырғысынан басқалай нәрседен істеген емес, топ-тура өзінің істеген нәрсесі. Өйткені ана үзөңгінің мойнындағы пасом аяққа тиетін жердегі. Қазақтың өзінің кәдімгі қазақы. Алыстан қарасаңыз адам пасомдас, адамның ішінде әйел пасомдас. Біздің ен далада Қыпшақтың тастап кеткен балбал тастарындағы мүсіннің бейнесін келтіре отырып, Қыпшақтың бейнесін көрсетіп тұрған далалықтардың бейнесі көрініп тұрады. Ал таралғыдағы тұрған ана әдемнің өзінде үлкен тамашалар. Енді оны алтыннан ойғанда қақтаған алтынды бұрын кәнәтіл дейді. Мынау қақтаған күміс екен, күміс үзөңгі. Мүмкін алтыны бар болып, оны сыртынан жойылып та кеткен болар. Қазақтың нақ өз қолы екендігін дәлелдеп тұр. Басқа ешқандай ұлттың да, басқа ешкімнің де бұған жаласы бар, біттей жұқанасы бар деп айтуға мүмкіндік жоқ. Енді мына сол кездегі біздің қазақ енді ою-өрнек қазақтың мәдениетінің де осы сіңірілген ғой дейміз. Қазақ мәдениеті дегеніміз өте арда жатқан мәдениет. Мынау қазақ мәдениетінің 200 жылдық мәдениет, ол бердегі әбден кемеліне келген кез ғой. Біздікі 2000 жыл емес. 10.000 жылдың алдында скиптер темір тап деп дүниежүзі тарих анықтап отырғаннан қазірға дейін қаншалық тарих өтті, соның барлығында осы қазақ мәдениетінің әр қайсы мәдениетінен журнал көрініп тұратын осы. Ал енді мынау қос үзөңгіні көзіңіздің қарашығындай аялап ұстап отырудағы себебіңіз не? Себебім енді мынау өзі қасиетті адамдардың атымен аталды. Менің о дүниелік болып кеткен жеңгем айтсы. Сол бойынша сақтақ қойдым. Тіпті болмаса өз таным жасы есі болса берейін, өкіметке өткізіп берейін дедім. Бір енді не нәрсе емес қой, бұл соғайынша алтын емес қой. Бір темір енді шынын айтқанда бұрын ұсталардың соққан өзімізде талай кездеді. Бірақ соның ішінде андай бір өте қасиетті адамдардікі болсын сақтап қалдым. Еліп ескермейтін көп кей жерге ана жерге қоя сап, кейде мынаған ете сап, сөйтіп сақтап келдім. Басқа да талай мұралар болды, ол кетті ғой енді. Мынандай үзөңгіні бұдан кейін ешкімде жасай алмайды. Басқа ұлтта, басқалар да жасап берген жоқ. Қажағанның сол кездегі айтқан ойлары осы ұлттың өзіне тән өз мәдениетін өз үйінде сақтап, ұрпақтарыма мынау біздің ата-бабамыз пәленбай 1000 жылдан бері осы зейнетті дүниені жасап келген деп көрсетіп отыру деп, осылай қарап отыр деп танимын. Өзі де сөйтіп айтқан болатын. Дұрыс айтты, дұрыс айтты. Ол енді бір үзөңгіні сақтау үшін мақсат емес, бір ұлттың мәдени мұрасын, өркениетін сақтау деген ойменен сақтадым деп осылай деп айтқан ғой. Енді мына үзөңгіде жаңағы сол кездегі таным, эстетика мәселен, мына рухани нәрсенің сіңіріліп міне, қарап отырыңыз мынау. Біздің арғы үйсінен келе жатқан кимешектің екі жағы көрініп тұр. Адамның басы сықылды. Мына мойынға қараңыз, мұнарадағы тамаша мына жағалыққа қараңыз. Осының барлығында мына иықшадан тартып, мына үзөңгінің пасомның өзінде қазақ халқының өз бейнесі тұр ма жоқ? Осының өзінде енді осы мұраны тұтас өн бойына сіңіріп жіберудің өзі қазақтың өз тегін, өз мәдениет. Мына мәдениет кімдікімін деп сөйлеп тұр ананың ішінде. Мен қазақтікі ғанамын. Басқа ешкім бойымда жоқ. Мендегі қасиет қазақ қасиет деген күн. Мада тарих сөйлеп тұр. Үзөңгінің өзі сөйлеп тұр деп айтты. Қажағанның айырылмай отырғанның сыры да мына осы арада деп қарап отыр.